Hello my dear friends, today we are going to talk about an article. Бүгін біз article туралы айтқалы отырмыз. Ағылшын тілінде article деген ұғым бар, қазақ тілінде орыс тілінде ондай ұғым жоқ, бірақ та бүкіл әлемдік тілдерді егер зерттейтін болсаңыздар, article деген ұғым бар. Ол не үшін керек, да? Оның негізі ол өте оңай, егер де оны түсініп алатын болсаңыздар, как будто ол сіз, яғни артиклсіз сөз айтатын болсаңыз, ол как будто жалаңаш сөз сияқты, ешқандай мағынасы жоқ сөз сияқты ол көрінеді. Енді бүгінгі біздің өтетін бірінші артикліміз бұл және де an. Бұл егер де біздің айтып тұрған затымыз немесе адамымыз белгісіз болса, немесе кез келген адам, нақты бір адам туралы айтып тұрған жоқпыз, нақты бір зат туралы айтып тұрған жоқпыз, кез келген затты айтып тұратын болсақ, онда және әнді қоятын боламыз. Бұл мағынасы бойынша бір немесе кез келген деген мағынаны білдіреді. Яғни мен егер де book деп айтатын болсам, маған бір нақты кітап емес, маған кез келген кітап туралы айтамын, немесе бір кітап, кез келген бір кітап туралы айтамын, бұл ағылшын тілінде емес, қазақ тілінде емес, маған бәрібір деген сөз. Мысалы, I read a book. Мен кітап оқимын. A book мына жерде кез келген кітап, немесе бір кітапты оқимын, да? Кез келген бір кітапты оқимын деген сөз. Яғни an мағынасы бойынша бір және кез келген деген мағынаны білдіреді. Енді және anның екеуінің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Егер де біз сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталатын болса, дауыссыз дыбыс дегеніміз ағылшын тілінде B, C, D, F, G, H, K, L, M, P, R, S, T, W, Y деген осы X, W, Y, Z осы әріптерден басталатын болса, онда біз оның алдына кез келген бір затты айтып тұратын болсақ, онда артиклін қоямыз. Мысалы келтірейік. Ball, dog. Fox, түлкі. Dog, it. Мен кез келген итті айтып тұрмын. Тағы да кете береді. Toy, ойыншық. Ruler, сызғыш. Кез келген маған сызғышты бере сал. Can you pass me a ruler? Маған сызғыш бере саласың ба? Яғни маған бәрібір қандай сызғыш екен, әйтеуір кез келген бір сызғышты бере сал деген мағынаны білдіреді. Енді келесі an бұл дауысты дыбыстың алдына қойылады. Ағылшын тілінде 5 ақ дауысты дыбыс бар. Ол оңай. Бұл A, E, I, O, U. Яғни егер де осы әріптерден басталатын болса, оның алдына сіз қысылмай-ақ an артиклін қоя берсеңіз болады. For example, an apple. Алма. Can you pass me an apple? Сен маған алманы бере салшы, беріп жіберші деген мағынаны білдіреді. Яғни маған қызыл алма ма, жасыл кіші алма ма, үлкен алма ма, маған бәрібір. Can you pass me an apple? Яғни бір кез келген алманы беріп жіберші деген мағынаны білдіреді. Немесе can you pass me an orange? Orange апельсин. Яғни кез келген бір апельсинді беріп жіберші деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар келесі сөздер бұл an umbrella. Umbrella қол шатыр. Яғни an umbrella. For example, I usually take an umbrella when it's raining. Мен әдетте жаңбыр жауған кезде қол шатыр ұстап шығамын деген сөз. An umbrella маған бәрібір қандай қол шатыр болса да, бір қол шатырда ұстап алып шығамын деген мағынаны білдіреді. Яғни an бұл бізде кез келген бір затты айтқан кезде қолданамыз. Енді тағы бір мысал келтірейік. An сонымен қатар мамандықтардың алдына қолданылады. Мамандық мысалы an architect, архитектор. A teacher, мұғалім. An engineer, инженер. A receptionist, да, бізде гостиницадан немесе қонақ үйде немесе тағы да бір белгілі бір жерлерде, ресми жерлерде көбінесе болады. Receptionist тұрады, да, бізге көмектесін анықтама бюросында тұрады. Немесе келесі a van, мал дәрігері, a van. Яғни an бізде деген, егер де біз кәсіп маманның атын айтатын болсақ, міндетті түрде an тұрады. Түсінікті ғой, иә? Бұл артикль өте оп-оңай, яғни сіз мағынасын түсініп алсаңыз болды. Кез келген зат есімнің міндетті түрде санаулы зат есім болу керек. Мысалы, water, су. A water деп айтылмайды. Айтылса да, a water, for example,
can I have a water? Мен water мына жерде мындай мағынаны білдіреді. Бір стакан су деген мағынаны білдіреді. For example, мына екі сөзді салыстырып жүрейік. Coffee, coffee. Coffee бұл бізде кофе, ол саналмайды. Coffee, I have coffee дейді. Менде кофе бар, ол саналмайды, жалпы кофені айтып тұрмын. I have a coffee, ол аударылады. Менде бір стакан, бір чашка кофе бар деген сөз. For example, I would like to drink a cup of coffee. Мен бір стакан кофені ішкім келеді деген мағынаны білдіреді. Яғни бізде мына мені ережені өзіңізге жазып алсаңыз болады. Кез келген бір затты айтқан кезде немесе адамды айтқан кезде қолданамыз. Бұл біріншісі. Екіншісі, кәсіп мамандардың алдына міндетті түрде біз ді қоямыз. Үшіншісі бұл, егер де біздің зат есіміміз, зат сөзімізді, адамымыз немесе затымыз санаулы болатын болса, адам әрине саналады, сондықтан затымыз деп затымыз санаулы зат есім болатын болса, яғни 1, 2, 3 деп мен оны санай алатын болсам, оның алдына қолданылады. Мысалы келтірсек, an onion, пияз, жуа. Onion бізде саналады, сондықтан an onion, жуа, пияз деген мағынаны білдіреді. A potato, картоп бізде саналады, да? Немесе a melon бұл бізде дыня, қауын. A melon, қауын саналады, сондықтан алдына a melon деп айтамыз. Келесі, мысалы sugar бұл қант. Қантты біз санай алмаймыз, яғни 1, 2, 3, 4 деп біз оны санап отыра алмаймыз. Сондықтан біз sugar деп айтпаймыз. Can you pass me some sugar? Маған қант беріп жібересің бе? Can you pass me some sugar болады. Okay? Next. Келесі сөзіміз мысалы milk, сүт. Сүт бізде саналмайды, сондықтан біз айтамыз Can you pass me some milk? Маған сүт беріп жіберші деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар қай кезде қолданылады. Егер де мен етістік сөзден зат есім сөз істегім келсе, яғни мысалы watch деген сөз бар. Watch бізде to watch, ол қарау саналады. Егер де мен қолдағы сағатты айтатын болсам, онда болады a watch. A watch аударылады сағат, яғни қолға тағатын сағат. Сағат неге жарға тағатын сағат, ол басқаша. Ал қолға тағатын сағат бұл watch. Недегі жарға тағатын сағатты біз clock деп айтамыз. Келесі, мысалы қандай мысалы келтіруге болады. Давайте былай істейік. Мен сіздерге осы видеоның астында бірнеше сөздер қалдырамын. Сол сөздерге егер де біз немесе қайсы қойылады, соны жазып жіберу керексіздер. Let's continue. Бізде енді the article. Бүгін the article'ның екінші бөлігін бастаймыз. Енді бүгін the article не үшін қолданғанымыз соны айтатын боламыз, окей? The article мағынасы бойынша, оның негізі түпкі аудармасы жоқ, бірақ мағынасы бар. Мағынасы жалғыз қайталанбайтын деген мағынаны білдіреді. Яғни біз өзіміздің санамызда немесе осы әлемде бір зат бар, бірақ оның несі жоқ, көшірмесі жоқ, немесе тағы басқа түрі жоқ, иә? Сондай кезде оның алдына the қолданамыз. Мысалы, open the door. Мен сіздерге open the door деп айтсаңыз, сіз өзіңіздің бөлмеңізде есікті ашасыз, иә? Яғни біздің қазіргі бөлмеміз бұл біздің әлеміміз. Сол әлемде есік тек қана біреу. Сондықтан open the door, есікті аш, біздің миымызда ол жалғыз, нақты, белгілі. Яғни the тек қана анық, белгілі нәрселердің алдында қойылады. Okay? Келесі, the article ел атаулар алдында қолданылмайды. Мына жерде бірақ бір нәрсені айтып кетейін. Мысалы, Kazakhstan. The Kazakhstan ешқашан айтылмайды. Бірақ та Қазақстан Республикасы деп айтатын болсақ, онда республика сөзінің алдына қолданылады. Республика себебі ол сөз. Және де Қазақстан Республикасы деген бүкіл әлем бойынша ондай мемлекет жоқ. Сондықтан The Republic of Kazakhstan. Мысалы, the USA, the UK деп айтып атады ғой. Онда деген құрама штат деген сөздің алдында the қолданылады. Бірақ Американың өзін айтатын болсақ, America. The America деп ешқашанда айтпаймыз. Немесе the England деп ешқашанда айтпаймыз. Бірақ the United Kingdom, біріккен корольдігі деген сөздің сөз ол атау емес, ел атаулар емес, оның алдында қолданылады. Окей? Келесі, егер де біз сөзді екінші рет қолданып тұрсақ, және де оны анықтап тұрсақ, анық белгілі сөз болатын болса. Мысалы айтам, it is a marker. Мынау маркер. Сіз айтасың, содан ол сізге әзірше
маркер қара түсті. Сізге уже анық болды. Сіз түсіндіңіз қара маркер туралы әңгіме айтып жатқанымды. Сондықтан оның алдына D қолданамыз. Анық сөздің алдына қолданамыз. Төртіншісі, егерде біз сөзді топтап айтсақ. Біз білеміз, D көбінесе зат есімдердің алдына қолданылады. Ешқашанда санның алдына қолданылсақ та, ол белгілі бір нюанстар бар, оны болашақта өтетін боламыз. Немесе курсқа жазылсаңыздар, оны айтатын болам. Келесі сөзді топтап айтқанда, мысалы rich, бай. Мысалы, мен айтқым келіп тұр, байлар бізде Алматыда жоғарғы тау жақта өмір сүреді деген сияқты да, байлар, мен белгілі бір топты қауымды айтып тұрмын. Сондықтан айтамын, the rich. Okay? The rich live in the mountains. Тауда өмір сүреді табылатын the article үйренетін боламыз. Бірақ та біз the article не үшін қолданады білмес бұрын, оның қалай оқылуын, дұрыс оқылуын айтатын боламыз. Бұны сіздерге ешкім де үйретпеген шығар, айтпаған да шығар. Естеріңізді сақтаңыздар, the article екі түрлі оқылады. Және де мұнда th-ті дұрыстап айтып үйреніп алайық. The, міне, the, сақал, екі тістің ортасына тілді шығарамыз. The, окей? Енді ол екі түрлі оқылады. The, және де the. Енді бүгін үйренеміз, қай кезде оларды қалай оқимыз. The де оқимыз, егерде бізде сөз дауыссыз дыбыстан басталатын болса. Дауыссыз дыбыс бәріміз білетін шығармыз, B, C, D, R, K басқасы. Мысалы, мененге қайталап отырыңыздар. The book, the book, the school, the school, the computer, the computer. Енді екінші түрі ол the. The деп оқимыз, егерде бізде сөздер дауысты дыбыстан басталатын болса. Дауысты дыбыс бізде ағылшын тілінде бесеу. Кеттік. The earth. The earth, мұнда с деп оқылады, сақаусы. Окей? Жер деген мағынаны береді. The earth. The earth. The USA, Америка құрама штаты. The USA. The, окей? The apple. The apple. The, окей? Мысалы, бізде деген фильм, кино аяқталған кезде ең соңында мұндай сөз тұрады. Бізге үйретті оны the end. The end емес, егер дұрыстап оқысаңыздар, ол the end. The end оқылады. Окей? Осындай сөздерді практикаға келтіріп тілдеріңізді сындырыңыздар, сонда сіз нағыз native speaker, шынайы ағылшын тілінде сөйлейтін дәрежеге жететін боласыздар. Егер де осындайда қызықты ақпараттар мен материалдар үйренгілеріңіз келсе, екінші постында екінші бөлігін жіберіп алмаңыздар және курсқа жазылыңыздар, номер қалдырыңыздар. Good luck, guys!